Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен әдеттегідей мен Нұрқазақ. Бүгін біз Джонни мен ойнайын деп жатырмыз достар. Короче, бүгінгі видео алдыңғы видеоға байланысы бар достар. Короче, біз алдыңғы бөлімде Мерседес туралы контейнер ашқан болатынбыз, яғни Мерседестер контейнерін ашқан болатынбыз. Ал бүгінгі видеода біз тек қана BMW автокөліктерінің контейнерін ашатын боламыз достар. Көпшілік қауым бізден сұрады достар, қандай контейнер ашайын деп мен айтып едім. Короче, барлығы айтты. Короче, BMW ашты, Toyota ашты. Короче, енді біз қазір BMW ашатын боламыз, келесі бөлімде Toyota ашатын боламыз достар. Тағы да қандай автокөліктердің контейнерін ашайын достар, давайте комментария жазамыз. Біз қазір мына жақта тұрған 4, 5, 6, 7 контейнерді ашатын боламыз. 7-еуінде де BMW автокөліктері бар. Қазір бізде қандай көлік шығатын бәйгелікте сендермен бірге көретін боламыз достар. Так что давайте видео басталмастан бұрын артындағы подписаться деген кнопканы басып, лайкты басып жіберіңдер достар. Олай болса жігіттер, біз деген кеттік. Ал бірінші мынау тұрған контейнерден бастап ашайық, кеттік. Ал ішінде не бар екен көретін боламыз сендермен бірге деген. Ал кеттік, кіреміз достар. Мәссаған достар, қараңдар, мынаяқтан деген бір джип BMW шықты деген. Ё-моё, қандай BMW екен бұл деген, қай сериясы екен көретін боламыз деген. Так, отырып алсын Джонни деген, асықпай достар, қазір шығаратын боламыз. Былай қарай BMW X7 дейді. Мәссаған, қараңдар, бой, базар жоқ. Джип қой достар, мынау деген джип BMW X7 деген. Мәссаған, өте керемет достар, қараңдар, түрі деген өте не екен, зверь екен достар, огонь екен, огонь. Короче, кеттік. Ал келесі бізде жоғары естерден ашайық. Давайте достар, жоғарыда тұрған естерді ашып көрейік. Мәссаған достар екен, мына қараңдар. Мынау чоза BMW дрифтерский, әйтеуір білмеймін не екенін. Сонда да мықты BMW сияқты. Так, алдына не болғаннан деген, алды соғып қалған ба, сынып қалған ба, бір нәрсе ғой достар, мына деген. Ё-моё, капот деген қирап отыр ғой достар, қараңдар. Мәссаған, мынандай BMW түсіріп алғансың ғой достар, қараңдар. Бой, мынау деген таза дрифтерский BMW ғой, қараңдар, бір орында тұрып 360 жасап отыр мынау деген. Так, бір-екі айдап көрейік, солай болса. Мәссаған, қараңдар, қалай дрифтовать етеді мынау деген. Ё-моё достар. Достар, мына қараңдар, мынау деген балоны бір орында айналып тұра береді ғой. Бать деген. Достар, осындай топовый BMW түсіріп алғансың ғой, базар жоқ, кеттік. Ал деген, что-то бізде мынау ауа райы что-то тұман болып кетті ме, бір нәрсе болып кетті достар. Давайте погоданы сәл осындай жарық қылып қояйықшы достар, анаяқта, а то тұманнан онша көрінбей кетті достар. Кеттік. Ал енді олай болса біз деген мына есікті ашып көрейік, не түседі деген бізде. Оппано, былай қарай шығарамыз достар. Мынау деген 34 қой. Бой достар, қараңдаршы, мынау деген кәдімгі шын өмірде көріп жүрген біздің 34-теріміз ғой, бірақ бұл деген новый да, біз деген қирап қалған, артындағы бампер жоқ. Әйтеуір 34-терді көреміз. Мына жақта топовый 34 тұр екен, енді жап жаңа достар. Қазір олай болса кеттік. Ал тағы да біреуін ашып жіберейік, тез достар, кеттік. Так, опа, мына жақта чоза BMW, бұл да что-то дрифтерский BMW сияқты достар. Мәссаған достар, салонын қараңдар. Мынау да бір дрифтерский BMW болды ғой достар. Кән дрифт жасап көрейік мынамен деген. Опано достар, қараңдар, айырып тұр мынау BMW деген. Мыналармен әдемілеп тұрып дрифт жасау керек қой достар. Так, олай болса давай осы жерге қойып қоя салайық. Енді бізге деген қатты жүретін, жарысатын машиналар бар ма екен достар? Осы жақта BMW. Так, мынаны ашып көрейік. Мәссаған, қараңдар, чоза BMW түсіп жатыр мынаяқтан деген. Мәссаған, мынау деген жаңа шыққан BMW емес пе, 2025 жылға. Достар, қараңдар, мынау i8 емес пе BMW деген. Ё-моё, мынау деген вообще топовый ғой достар, ұшады ғой, жарысатын болса. Қараңдар достар, қараңдар, мынау деген жап жаңа BMW ғой, i8 деген, i8 деген. Короче, осындай BH енді базар жоқ, BH-лардан әжептәуір жиналып қалды. Менде деген мына есігі деген жоғары қарай ашылады ғой, Lamborghini дегендей. қараңдаршы. Мәссаған, не деген BMW достар, мыналар деген. Кеттік. Ал енді бізде төбеде ашылмаған 2 контейнер қалды, соны ашып сәген тез. Бой достар, қараңдар, мынаяқтан тағы бір зверь көлік түсті. BH-ны қараңдаршы, BH деген. Базар жоқ, не деген BH-лар түсіп жатыр. Мынаяқта деген спортивный, дрифтерский әйтеуір деген. Мәссаған достар, ё-моё, мынау чоза BH достар, қараңдаршы, сап-сары әйтеуір тюнинговный екен. Не болса да мынау М8 достар, мына қараңдар. Мынау М8, мынау i8, мына X7. Короче, әртүрлі BH-лар түсіп жатыр бізге деген. Базар жоқ. Енді соңғы есік қалды достар. Соңғы есікті ашамыз да, одан кейін мыналарды максимальный скоростын тексеріп көретін боламыз. Оппано достар, қараңдар, мен бір BH көріп тұрмын, бірақ деген бұл BH деген, ё-моё, алды не болып кеткен достар. Контейнерді келген кезде бычыс болып кеткен ғой, BH деген. Бой, қараңдаршы достар, алды деген бір нәрсеге жабысып қалған ғой, BH деген, арты да бір нәрсеге жабысып қалған достар. Қазір біз бұл автокөлікті бір-ақ кнопкамен жөндеп ала саламыз достар. Все болды достар, қараңдар. Ё-моё, чоза BH болып қалды. Мынау деген М5 қой бұл да, қателеспесем F90 деген BH ғой достар. Ал олай болса достар, дәл қазір осы BH автокөліктерін біз максимальный скоросттарын тексеріп көретін боламыз. Олай болса біз видеоны ары қарай жалғастыратын боламыз. BH фанаттар
қайдасыңдар мынаны қараңдаршы мәссаған сендерге деген топовый бэхалардың маркаларын жинап қойдым ғой мен достар қараңдар ма жаңасы да бар ескісі де бар дрифтерский тюнинговый короче спортивный бәрі бар достар осы жерде деген мықты бэхаларды жинадық достар давайте бэханың фанаттары смело лайк басамыз арнаға тіркелеміз біз алдыңғы бөлімде мерседестердің контейнерін ашқан болатынбыз егер көрмеген болсаңдар қазір оң жақта шығатын болады соны басып көріп кетсеңдер болады достар енді біз келесі бөлімде құдай қаласа Toyota'ныкін ашатын боламыз тек қана Toyota автокөліктерінің короче контейнерін ашатын боламыз так что достар смело лайк арнаға тіркеліңдер видеоны жіберіп болмас үшін колокольчикті басып қойыңдар ал кеттік ал біз бірінші мынау тұрған i8 i8 дейді ғой достар орысша ал олай болса достар қазір біз i8 автокөлігінің максимальный скоростын тексеріп көретін боламыз достар дайынсыңдар ма кеттік ал біз өзіміздің мынандай стартымызға тұрамыз да достар 1 2 3 го кеттік ал газды до конца басамыз достар қараңдар қаншамен кетіп бара жатқанын қазір сендер көре аласыңдар мына жақта щитокта да тұр және де оң жақта астыда спидометр тұр достар қараңдар қаншамен кетіп бара жатқанымызды 150 160 пен кетіп бара жатырмыз қазірше бұл бэхамен ол база жоқ 170-ге шықты достар әдемі так 180-ге шықты 190-ға шыға аламын екен достар так давай бэха сенің қолыңнан келетін сияқты что-то деген ё-моё мынау деген айналып достар мәссаған мынау деген бычыт болып кетті ғой бэха деген так короче достар бұл бэха автокөлігі 180-ге дейін барды қателеспесем қазір так олай болса кеттік ал достар 1 2 3 го газды до конца болсамыз бұл автокөлік өзін қаншалықты жылдамдықта көрсете алады екен достар қараңдар мәссаған бұл деген что-то анадан қарағанда қатты жүретін сияқты достар қараңдар спортивный сияқты мына 180 уже 190-ға шығып кетті 200-бен кетіп бара жатырмыз достар ебой 230 240 пен кетті 250 260-ға шықты достар еба мәссаған мына ағашқа деген жабысып қалғансың ғой Джонни деген алдыңғы лобовойдан секіріп кетті достар ё-моё ана BMW-ға кетіп қалды деген мә анау жоқ болып кеткен шығар алды деген достар мәссаған кән көрейікші барып деген мынаны қараңдар достар алды деген короче бампер ойнап қалған а так бәрі жері нормально алдыңғы лобовой сынған достар мынау бэха деген әдемі екен негізі 200 бір нәрсеге дейін шықты 240-қа дейін ба шықты әдемі достар бұл бэха үшін ал олай болса біз келесі BMW автокөлігін тексеріп көретін боламыз ал достар енді бізде кезектегі мынандай бэха қараңдар осындай дрифтке арналған бэха короче олай болса кеттік ал 1 2 3 го достар кеттік бұл қалай жүреді екенін тексеріп көретін боламыз қазір 170 190-ға шықты достар 190 деппін ғой мен деген кәні что-то бұл деген что-то слабый сияқты достар қараңдар 150 180-ге барам екен бармайм екен мәссаған 170-ге барды достар база жоқ 180-ге шығам екен достар бұл деген мәссаған что-то бір скорость қалды давай бэха мәссаған 178 достар 178 км сағатпен бұл автокөлік жүреді екен қараңдар алдын қараңдар ё-моё бычыт болып кетті мынаның 1 2 3 го достар кеттік ал басталды деген мәссаған 40 50 60 70 пен кетіп бара жатыр қазірше мәссаған бұл деген механика достар ішінен айнап көріп деген мәссаған достар қараңдар 200-ге шықты ана жақта деген так кетіп бара жатыр опа достар 160 175 достар қараңдар 177 180 184 и давай мәссаған достар по-любому деген бұл 184-ге дейін ба шықты достар так достар енді бізде деген мынандай М8 автокөлігі осындай что-то бір спортивный осындай ерекше автокөлік короче енді қазір осымен тексеріп көретін боламыз максимальный скоростын давай фура өтіп кетсін деген 1 2 3 го достар кеттік ал фура деген қалды артта басталды достар қараңдар мәссаған кетіп бара жатыр енді басып деген қараңдар ё-моё 140 130-ға шықты достар 150 әдемі қазірше бұл деген өте әдемі көрсеткіш достар бұл бэха үшін 180 189 200-ге шығам екен достар кәні давай 200-ге шықты смело деген достар мәссаған деген короче авария болды достар ДТП алды деген жоқ болып кетті ғой мынаны деген достар енді бізде деген мынандай щегол бэха қалды десек те болады енді бұл онша қатты жүрмейтіні түрінен ақ айтып тұр кәні сонда да бір тексеріп көре салайық достар кәні 1 2 3 го короче ал қалай жүретінін көрейік достар опа мынау что-то бір ұшты ғой достар ё-моё мынау деген қатты жүретін сияқты ғой ең бәрінен қатты жүретін достар қараңдар ебой 250-ге шығып кетті ғой мынау деген 260 270 280-ге шығып кетті еба достар мәссаған мынау ең қатты жүретін осы екен ғой мен бұны деген менсінбей соңында істеп жатсам достар ең қатты жүретін бэха осы екен деген оказывается бар емес пе алдын қараңдар достар шоколад болып қалды деген баллоны деген бір жақ қарай тартып бара жатыр достар осымен достар все болды олай болса біздің видеомыз аяқталды келесі бөлімде кездескенше сау саламат болыңдар